Саламатсыңдар балалар, біздің бүгінгі тақырыбымыз адамның тыныс алу жолдарының құрылысы мен газ алмасу мүшелері. Біз енді бүгінгі сабақта негізгі ұғымдар мұрын қуысы, аңқа, көмей, кеңірдек, бронхалар дегеніміз не екенін танысатын боламыз. Мына жерде мына өздеріңіз көріп тұрғандай, жалпы адамның тыныс алу мүшесі өкпе, олардың неден тұратыны туралы, өкпе қайда орналасатыны туралы суреттерді көріп отырсыңдар. Енді осыны жеке-жеке талдау жасайық. Тыныс алу мүшелер мұрын қуысы, аңқа, көмей, кеңірдек, бронхалар жатады. Бұл кәдімгідей біздің күндегі ауа тасымалдайтын жолы деп есептейміз. Енді тыныс алу кезінде сыртқы ортадан оттегін алып, көмірқышқыл газ сыртқа шығаратын газ алмасу үдерісі болып табылады. Тыныс алу адамның өмірінің негізгі процестерінің бірі, оттек органикалық заттарды тотықтыру және ыдырату үдерісі жүріледі. Ол оттегін жеткізіп, энергия өңдеу арқылы ағзаның барлық мүшелерін менен мүшелер жүйесінің жұмысын қамтамасыз етіп отырады. Тыныс алу бұзылса, денсаулыққа ауыр зиян келуі мүмкін. Сондықтан дұрыс тыныс алу мен таза ауаның механизмдері адам ағзасына зор. Балалар, егер тыныс ала алмай қалсақ, қандай үдеріс ағзада болады? Өздеріңіз жақсы білесіздер. Енді осы тыныс алу жүйесінің өздеріңіз көріп отырғандай, міне мұрын қуысы және аңқа және көмекей және кеңірдек және кеңірдектен тармақталған бронхалар, міне өкпеміз оң жақ және сол жағы екі бөлімнен тұрады. Міне альвеолдар, бронхалар альвеолдардан тұрады. Міне көріп отырғандай, өкпенің жаңа альвеолдарды қан тамырлар қоршап тұрады. Альвеолдар капиллярдармен қоршалған көпіршіктер. Бұл өкпе көпіршіктерін біз альвеолдар деп атаймыз. Енді әрбіреуіне жеке-жеке тоқталып кетейік, балалар. Жалпы мұрын қуысының ортаңғы сайшалар болады. Ортаңғы сайшалар. Бұл жерде мұрын қуысының сүйек пен шеміршектен түзілген сыртқы теріменен жабылып, ішкі беті кілегейлі қабықшамен астарланып жатады. Неге кілегейлі қабықшамен астарлап жатады? Өйткені біз сырттан кірген шаң, тозаңмен бірге микроағзаларды сол кілегейлі қабықшалар сүзіп алып қалады. Мұрынның ортаңғы пердесі мұрынның тең екі бөліктен тұрады. Оның артқы бөлігі сүйектен, алдыңғы бөлігі шеміршектен тұрады. Және мұрын қуысының сайшалары жоғары сайша, төменгі сайша деп бөлінеді. Енді осы мұрын қуысының жоғары төменгі екі бүйір қабырғалары бұл олардың. Мұрын қуысының кілегейлі қабықшалары жаңағы көптеген қатпарлы эпителиолпалардан тұрады. Көз жас арнайы түтікшері арқылы мұрын қуысына өтеді. Сондықтан кей кезде бір рентген кезде көзімізден жас шыққан кезде мұрын қуысымызда ылғалдылық мол болатыны сол. Мұрын қуысының бүйір қабырғасы жоғары, ортаңғы, төменгі кеңсірік қалқандары бар. Олардың аралығы жоғарғы, төмен, ортаңғы мұрын жолдар өтеді. Осының нәтижесінде ішке сорған ауа тыныс алу мүшелеріне тікелей өтпейді, ауа жолдары арқылы жылтылып, тазартылып өтеді.
мұрын қуысы тыныс алу және иіс сезу бөлімдеріне бөлінеді. Иіс сезу бөлігі мұрынның жоғары бөлігінде орналасқан, оларға ерекше жасушалар менен иіс сезу рецепторлар жатады. Мұрын қуысының тыныс алу мүшелеріне жатады. Ол газ алмасу, дыбыс шығару, сөйлеу қызметіне қатысады. Енді балалар, көмекейдің құрылысы. Көмекей тыныс алу жолы кеңірдекпен жалғастырып, қақпақ ретінде азықтың жұтқыншақтан кеңірдекке түспеуін қамтамасыз етеді. Ол екі бағытта, сыртқы орта және ішкі өкпеге ауа өткізетін тыныс жолы және дыбыс мүшесі. Іші қуыс, түтік мойынның алдыңғы бөлігінде орналасады. Көмекейдің қабырғасы сіңір және бұлшықеттерменен жалғанған шеміршектен тұрады. Ең ірі мойынның алдыңғы бөлігінде қалқанша шеміршегі. Дыбыс айқын сөздің толық қалыптасуына тіл, ерін, жұмсақ таңдай, тістің қатысуменен жүзеге асады. Көмейдегі дыбыс сіңірінің бір-біріне тиіп, аралары тарылып және тербелуінің дыбыс пайда болады. Тербелістің әсерінен. Тербеліс деген не екенін біз физикадан жақсы білеміз. Дыбыстың биіктігі ауа тербелісінің жиілігіне және дыбыс сіңірлерінің керілуіне байланысты. Адам және өкпемен тыныс алатын жануарлардың көмекейінде әдетте дыбыс сіңірінің тербелуінен дыбыс түзетін дыбыс шығару аппараты болады. Кеңірдектің ұзындығы 9-дан 13 сантиметр, диаметрі 115 мм, өңештің алдында орналасқан шеміршекті жартылай сақинелерден тұрады, арты жұмсақ, қабырғасы өңешке жанасады. Бронхалар. Бағана біз айтып кеттік қой балалар, бронхалардың альвеолдарға жалғасады деп. Онда бронхалар не істейді? Бронхалар оң және сол өкпеге кіріп, өкпедегі де тармақталады. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, ең үші жіңішке тармақталған бұтақтанған бронхалар міне. Ол бронха ағаш тәрізді бұтақтанған. Бронхалар альвеолдармен, өкпе көпіршіктермен аяқталады. Сілемейлі бөлетін тербелмелі эпителиймен астарланған. Кірпікшелердің қозғалысы сілемеймен микробтарды жұтқыншаққа бағыттайды. Және де енді біз балалар, өкпе кеуде қуысында орналасқан жұтмыш екенін біз білеміз. Оң жағы 3 бөліктен тұрады, және міне 1, 2, 3 бөліктен, сол жағы 2 бөліктен тұрады. Сырты жұқа өкпе қабы плевра деп атайды. Өкпе қаптың сыртын жапырақша кеуде қуысының ішінде астарлайды. Ішкі жапырақшасы бүкіл өкпені қаптайды. Екі жапырақша арасында өкпе қап қуысы болады. Онда аз мөлшерінде сұйықтықтар бар. Ол жапырақтардың үйкелісін азайтады. Диаметрі 0,2-ден 0,3 мм. Тереңдігі 0,6 және 0,3 мм. Ауаға толы өкпе көпіршіктері бар. Өкпе көпіршіктерінің қабырғасы бір қабатты эпителийден, сыртын капиллярдың қалың торымен шырмақталған. Адам өкпесінің 700 миллион өкпе көпіршіктері бар. Жалпы беті 120 метр квадратқа дейін болады. Іші эпителий жасушадан түзілген, жұқа қабықшамен астарланған. Осыған байланысты көпіршіктер жабысып қалмайды. Қабықша микробтардан қорғайды.
үздіксіз өзінде қорытылады немесе қақырықпен бірге сыртқа шығып отырады. Ал енді балалар, біз тыныс алу жүйесін сыныпта да өттік қой. Енді бұл жердегі тақырыптарымыз бізге қайталап сыныпта өткенді қысқаша қайталау мақсатында жасалған бейнесабақ. Сондықтан енді біз бір тапсырма орындап көрейік. Тыныс алу мүшелеріне байланысты тыныс алу жүйесін анықтап қысқаша сипаттама жазасыздар. Ал енді өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Бірінші не, екінші, үшінші, төртінші, бесінші мүшелерді атайсыздар, сосын кейін қысқаша сипаттама бересіздер өздеріңізге. Жақсы, видеоны тоқтатып қойып өзіңіз тексеруге болады. Бірінші мұрын қосы, екінші көмей, үшінші кеңірдек, төртінші бронхи, бесінші өкпе. Енді балалар, сіздер осыған қысқаша өз түсініктеріңізді жазыңыздар. Сау болыңыздар.